Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Анау Қытайдың ең үлкен провинциясы, Хэнан провинциясының орталығы Жыңжу қаласында қазір тағы да үлкен наразылық толқыны туып жатыр. Білесіздер, ол жерде Фушкан деген үлкен жаңағы Қытайдың IT компаниясы бар, өндіретін, мына iPhone-ды өндіреді. Ағылшыншасы не дейді? Texan дей ма, бірдеңе дейді. Жарайды, маңызды емес. Бірақ ол осы қысқасы, мына iPhone-ды Қытайда өндіреді. Қытайшасы Фушкан деген. Өткенде білесіздер, соның жұмысшылары бәленбай жаңағы жұмысшысы зауыттың құрсауынан бұзып, кәдімгі егістік атыздарын бойлап қашқан болатын. Себебі жан сақтау керек. Ананың ішінде дегенің енді жұмыс ауыр, карантинді сылтауратып адамдардың бәрін қамаған. Адамдар деген енді сұмдық, енді тағы да қамай, тағы да карантинге басады делгенде, әлгілердің барлығы енді Құдай ұрсын, бұл карантиніңде деп әлгілер қашты, жапа тармағай қашты. Енді осы жол не жалпы беттік кәдімгі полицейлермен мына өне басын тұмсығына дейін оранып, кәдімгі карантиннің полициялар оранып алған, кәдімгі тұмсықтарына дейін, беттеріне дейін бірақ оранып алған. Олар неғып мына жерде сол ақ киінген Қытайлар дабай деп қоятын сол дабайларменен жаңағы алысып жатыр. Дабай деген үлкен дегендегі да, ақ дегендегі бай, жаңа тұтас ақ киініп алғанына қарап солай ат қойды. Анығында олар қарулы полицейлер. Кәдімгі тест алатындар да аппақ киінеді, бет аузын бірақ тұмшалаған, көз бірақ, қол, аяқ, ана бәтіңкелеріне дейін бірақ аппақ не киіп алған. Ана сырттан мүлде жаңағы кәдімгі маскаланып алған ғой, сол сияқты. Енді бұл жерде Фушканның себебі, былай қарап отырсаң сұмдық. Сычуан, Хэнан, тағы басқа жерлерден, Анхуй сияқты кедей өлкелерден жұмысшы алған. Себебі жұмысшы жетіспейді. Неге? Жаңа жыл келе жатыр. iPhone-ның 14-ті, 14 Max-і, 14 Pro-сы шығып қойды. iPhone-ның жаңа түрлері шығып қойды. Ал енді сол iPhone-ның жаңа түрлері мына жаңа жылдық кезінде бүкіл мына батыста тағы басқа елдерде ол үлкен сыйлық ретінде кәдімгі арзандап, бағасы арзандап сатылады. Жаңа жылдың мерекесі, мынау міне кеше Thanksgiving, алғыс айту мерекесі болып жатыр. Міне кеше Америкада Thanksgiving мерекесі. Яғни балалар ата-аналарына, үлкендерге алғыс айтатын күн. Енді осындай жаңағы мерекелерде iPhone өтеді. Ал iPhone-ға үлкен заказ түсіп жатыр. Заказ Қытайдан. Сондықтан Қытай өзінің ішкі өндірісін дамуын сақтап қалу үшін жаңа бүкіл Қытайды карантинде ұстап отырған кездің өзінде де сол жаңағы Фушкан компаниясындағы бәленбай 100 мың жұмысшыны зауыттың ішінде жабық жағдайда жұмыс істеуге рұқсат берді. Сөйтіп олардың бәрі жабық жағдайда жұмыс істеп тұрды. Енді жаңағы өткенде жұмысшылар қашқаннан кейін қайту керек, ойбай тағы да зауытты жүргізу керек, жаңадан жұмысшы ал. Сонымен мына Қытайдың алаяқтығы, үнемі халқын алдап, жаңағы өзінің сөзіне көндіріп үйренген алаяқтығы соншалық, бәрін қойған. Бір ай жұмыс істегеннен кейін 1000 юан. Яғни енді қазір 1000 юанның қанша, 70 мың теңге ме білмеймін. В общем, 7 юаныңыз $1. Есептей беріңіз. 7 юаныңыз $1. Бір ай істесеңіз бәлен сыйлық ақы береміз. 3 ай істегеннен кейін 3000 юан сыйақы береміз. Жарты жылға толғанда 5000 юан сыйақы береміз. Ал айлығың мынша деп айлықты керемет көрсеткен. Сосын әлгі жұмысшылар алыстан ат артып келіп, өздері резюмелерін өткізіп, содан бәленбай 100 мың жұмысшы кіреді. Ойлаңыз, бәленбай 100 мың жұмысшы. Ол Фушкан деген өзі бір қала сияқты жер. Бір iPhone өндіретін жер. Соны әлгі жерге жұмысқа кіреді. Сөйтсе, жұмысқа кірсе, ана айтылған нәрселердің барлығы жоқ. Басқа контрактке қол қоясыңдар дейді. Ол контрактте олардың айлығы және уақытты қызметкерлер сияқты сақтандыру жоқ, медсақтандыру жоқ. Жаңа сосын оларды, яғни ешқандай сыртқа шықпаған жабық жағдайда мына карантин кезінде 2 жыл үйіне қайтпай, ешқандай ковид жұқтырмай жұмыс істеген ескі жұмысшыларға сырттан ауру жұқтырып келген болуы мүмкін, немесе ала жүруші болуын жас жұмысшылар жаңа сырттан келгендерді қосып жүрген. Енді содан наразылық туады. Аналар айлығын даулайды, ескілер бұларды неге бізге қосасыңдар, сендер айтқанда бұларды бөлек цехта жұмыс жасатам дегесіңдер, бұлар сырттан келді, сосын бар бәріміз корона боламыз дейді.
Қытайдың вакцинасы өтірік, қытайский вакцина білесіздер. Сонымен қысқасы тас талқан болады. Ең соңында міне қырғын жаңа құрсаулардың барлығын бұзып, қиратып, жаңа ақ киіп алған полицияларының өзіне тас атып, жұдырық атып, бірін-бірі кергілеп, жұлқылап, сұмдық болып жатыр. Енді бұндай көтеріс қазір Қытайдың бірнеше қаласында қатарынан етек алып жатыр. Қытайдың халқы білесіздер құл болып кеткен. Қарны тойса болды, ол көз алдында қызын зорлап, қатынын зорлап жатсаң да, жаңағы аузына жаңа бақа шаянын беріп қойып, мә мына дәмді бақа шаянды жеп отыр десең, отыра беретіндей деңгейде тобырланып кеткен халық қой, тобырланып кеткен халық. Сол тобырланып кеткен халық енді ең соңында мына өмір сүруге мүмкіндік болмай жатыр. Мына Си Цзиньпин деген сұмырай Қытайды міне құрдымға кетіп бара жатыр. Оны ана өзінің тағын сақтау үшін бүкіл Қытайды Мау заманындағы сияқты мемлекеттік дүкенді ғана қалтырмақшы. Мемлекет бүкіл тауарды қолында ұстамақ. Мемлекеттік асханаларды ғана қалтырмақ. Адамдар үйінде тамақ жасай алмай, бүкіл азық-түлік тек мемлекеттік асханада. Сол жерден барып тамақ ішесің. Орталық бір тайқазаннан. Яғни адамдар кеңірдегі үшін мемлекетке шартсыз бағынатын сол Мау заманындағы жүйені орнатпақшы. Қолыңда айлығың бар, сытырлаған ақшаң, бірақ бір жерден тамақ сатып ала алмайсың, үйіңде тамақ жасай алмайсың. Барлығын сол бір тұтас бір орталықтан жасайтын қылып қоймақшы. Сөйтіп бұндағы мақсат соғысқа дайындық. Не Тайваньды алуға, не Қазақстанды жаулап алуға, не тағы басқа жерлерді жаулап алуға. Енді қараңдар, мына Үрімшіде де мына былық, енді оның арты қайырлы болсын деп тілеп жатырмын. Мына каналымдағы видеоларды көшіріп қиып тарататын азаматтар поштама хат жазса, мен әлгі видеоларды пошталарыңызға жіберіп берем. Сілтемесін лақтырып берем. Сосын көремін деген азаматтар болса, осының астында мен комментарийға жаңағы видеолардың сілтемелерін жүктейін. Өздеріңіз сол сілтемелерді басып, Twitterден, жаңағы Instagramнан, тағы басқалардан көріп аларсыздар. Мен оны YouTube арнама жүктегім келмейді. Бұл менің айтайын деген бүгінгі екінші әңгімем. Енді әлгінде мен атажұртқа қастық жасамақшы деген бір тікелей эфирде лекциямды сөйлегенмін. Қазір мына менің лекцияларымды табалмай жатырмыз дейтін кісілер көбейіп кетіпті. Мына YouTube былықты ма, жоқ өздері жаңа бір басқару тәртібін орнатты ма, оны мен түсінбеймін. Менің тікелей эфирімді Live, L-I-V-E деген, Live деген жерден табасыздар. Ол сол тікелей эфирлер соған бөлек, оны бөлек қоятын болды. Ал енді видео дегендерге алдын ала түсіріп алып жүктеген видеолар. Немесе біреулермен сұхбат жасаған видеоларды салады екен, яғни алдын ала дайындалып болған видеоны салады екен, ол видеолар дегенде тұрады екен. Бұрын тікелей эфирімде алдын ала түсіріп алып жүктеген видеомда бәрі сол видеоның ішінде тұратын. Қазір оны сөйтіп бөлік қойыпты.